Өткен тақырыптарда біз present simple, present continuous шақтарын өткен болатынбыз. Бұлар қарапайым осы шақ және созылмалы осы шақ. Бүгін сіздермен бірге past simple шағы, қарапайым өткен шақ. Кешіріңіздер, өткен шақты өтеміз. Past simple. Қараңыздар. Бірінші, past simple қашан қолданамыз? Біріншіден, біз past simple'ды өткен шақтағы нақты уақытта болған іс-әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Бұл жердегі негізгі сөз нақты уақытта, яғни іс-әрекет бұрында болған, және ол нақты біз белгілі уақытта болған кезде past simple шағын қолданамыз. Қараңыздар, present simple мен past simple айырмашылығы қандай, соған көңіл бөлейік. Мысалға мына сөйлем: Every morning I drink a tea. Күнде таңертең мен шай ішемін. Бұл сөйлем бізде present simple'да тұр. Осы қарапайым осы шақта. Неге? Себебі every morning деген сөз бар. Күн сайын қайталанатын іс-әрекетімен күнде шайды таңғы асқа ішемін. Ал екінші сөйлемге назар аударайық. Yesterday in the morning I drank a tea. Кеше таңертең мен шай іштім. Яғни бұл кеше өтіп кеткен уақытта болған іс-әрекет біріншіден, және нақты қай уақытта екенін белгілі. Яғни кеше таңертең мен шай іштім, ішіп болып аяқтадым. Яғни мен оны күнде ішпеймін деп, кеше ғана іштім деп айту үшін біз past simple шағын қолданамыз. Екеуінің айырмашылығы түсінікті деп ойлаймын. Жалғастырамыз. Енді past simple шағы қалай жасалынады? Ол үшін біздер бірінші етістіктердің екі түрімен танысуымыз керек. Ол irregular verbs және irregular verbs. Бұл туралы арнайы видеода да болады. Қараңыздар, regular verbs деген бұл дұрыс етістіктер. Ал irregular verbs бұл бұрыс етістіктер. Бұлардың не үшін бұлай бөлу маңызды? Қазір бұған тоқталамыз. Қараңыздар, етістік regular verbs дұрыс етістікке past simple'да өткен шақта ed жалғауын жалғау арқылы жасаймыз. Яғни сөйлемнің өткен шақта тұрғанын білдіру үшін етістікке ed жалғауын жалғаймыз. Мысалға, I watched TV yesterday. Мен кеше теледидар қарадым. Егер біз I watch TV деп жазсақ, ол мен теледидар қараймын деп аударылады. Біз бұған ed жалғауын жалғағандықтан бұл кеше көріліп аяқталған іс-әрекет, өткен шақта тұрған іс-әрекет екенін көрсетеді. I watched TV yesterday. Мен кеше теледидар қарадым. Келесі. Сонымен бірге қараңыздар, егер етістік и әрпіне аяқталатын болса, біз ол жерге тек қана d әрпін жалғаймыз, яғни екі и әрпін қатар қоймаймыз. Мысалға, I translated book 2 days ago. Translate деген етістік өзі онсызда и әрпімен аяқталыпты. Сондықтан екінші рет и-ді жалғаудың қажеті жоқ, жай и-ді жалғаймыз. Мен кеше кітапты 2 күн бұрын аудардым. I liked to play chess when I was young. Мен кішкентай болған кезде мен шахмат ойнауды жақсы көрдім. Like деген етістіктің өзі сонда и-мен аяқталып тұр, сондықтан оған жай ғана d-ді қосамыз. Келесі, егер етістік дұрыс етістік y әрпіне аяқталатын болса, y әрпі I әрпіне айналады. Қараңыздар, study дегеніміз оқу деген сөз. Ал оны өткен шақта оқыдым деп айту үшін біз оған и-де жалғаған кезде мына тұрған соңғы әріп I әрпіне айналып тұр. Studied, мен оқыдым. Copy, copied. Fly, flight. Түсінікті ме? Яғни y әрпін I әрпіне айналдырып, оған и-де жалғаймыз. Келесі, енді irregular verbs, бұрыс етістіктер. Ағылшын тілінде ережеге бағынбайтын бұрыс етістіктердің тізімі бар. Бұл тізімді сіздер жай ғана жаттап алуларыңыз керек. Бұл жерде ешқандай ереже жоқ. Бұл етістіктердің тізімімен қазір ең маңызды көп кездесетіндермен танысайық. Бірінші, to go, бару деген сөз. Өткен шақта мен бардым деп айту үшін біз I went деп айтамыз. Келесі, to take, алу. Өткен шақта мен алдым деп айту үшін біз took деген формасын қолданамыз. To make, жасау. Өткен шақта made деп айтамыз. Келесі, to have, менде ие болу, немесе менде бар деп айту үшін біз өткен шақта I had, менде болды деп айтамыз. To be етістігі, яғни болу болып табыладыны біз өткен шақта was және were формасында қолданамыз. I was, when I was, мен кішкентай болған кезде. Немесе when we were, біз жас болған кезде, немесе түсінікті, was жекеше түрде, were көпше түрде қолданылады. Келесі, to think, ойлау деген мағына білдіреді. Өткен шақта thought болады. I thought, мен ойладым. To see, көру, өткен шақта saw, мен көрдім. Түсінікті, олардың тізімі өте көп, бұған кейін тағы бір видео арнап түсіретін боламыз. Келесі, енді past simple шағында өткен шақта сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз, сұрақты қалай қоямыз? Ол үшін бізге did деген көмек жетістік керек болады. Did дегеніміз, яғни осы көмек жетістікті сөйлемнің басына қоямыз,
одан кейін затиесін қоямыз, одан кейін жетістіктің бірінші формасын қоямыз. Мысалы, did I watch? Мен көрдім бе? Did we watch? Біз көрдік пе? Did you watch? Сендер көрдіңдер ме? Did they watch? Олар көрді ме? Түсінікті? He, she, it де дәл солай. Did she watch? Did he watch? Did it watch? Ол көрді ме? Деп аударылады. Келесі. Болымсыз сөйлем. Past simple'да өткен шақта болымсыз сөйлем жасау үшін біз жаңағы did деген көмекші етістікке not деген сөзді жалғаймыз. Сол кезде бізде did not немесе didn't деген сөз шығады. Мысалға, I did not read. Мен оқымадым. We did not read. Біз оқымадық. They did not read. Олар оқымады. He did not read. Ол оқымады. She did not read. Ол оқымады. It did not read. Ол оқымады. Яғни did деген сөзге not жалғаймыз. Келесі, енді past simple'да өткен шақта, сөйлемнің өткен шақта тұрғанын көрсету үшін қолданылатын уақыт стюйлері бар, соларға тоқталайық. Бірінші ең жиі қолданатын ол yesterday. Yesterday дегеніміз кешедегі мағынаны білдіреді. Онда өлеңнің аты да бар, yesterday деген. Yesterday he played football. Кеше ол футбол ойнады. Яғни біз past simple'ға қойдық, себебі оның іс-әрекеттің қашан болғанын біліп тұрмыз. Кеше деген сөз. Келесі, 5 days ago. Ago деген бұрын деген сөз. 5 күн бұрын. Мына жерде кез келген басқа сан болуы мүмкін. 10 days ago, 5 days, 7 days ago, сол секілді. Days ago дегеніміз, яғни күн бұрын, 5 күн бұрын, 10 күн бұрын, солай жалғастай береді. Келесі, last дегеніміз ол өткен деп аталады. Last year, өткен жылы. Немесе last week, өткен аптада. Last Sunday, өткен демалыста деген секілді. Келесі, өткен уақыттағы жылдарды айту үшін, мысалы, in 1995. Яғни 1995 жылы болған оқиғаны айту үшін біз осы уақытты қолданамыз. Мысалы, жерде басқа да кез келген жылдың уақыты болуы мүмкін. In 2015, 2015 жылы немесе дәл солай жалғаса береді. Келесі, years ago. 5 years ago, яғни бұл 5 жыл бұрын деген сөз. Яғни 5 жыл бұрын болған іс-әрекет. Келесі, сонымен сіздермен бірге бүгін past simple шағын талдадық. Енді өткен тақырыпты тағы бір рет есіме түсіріп өтейік. Сонымен past simple шағын қашан қолданамыз? Біз оны өткен шақтағы нақты уақытта болған іс-әрекетті айту үшін қолданамыз. Келесі, past simple шағы present simple'дан шағынан айырмашылығы ол нақты өткен уақытта болған іс-әрекет. Келесі, past simple'да бізде етістіктің екі түрі бар, дұрыс етістіктер және бұрыс етістіктер. Дұрыс етістіктерге past simple'да ed жалғауын жалғаймыз. Сол кезде ол сөйлемді өткен шақта екенін білдіріп тұрады. Мысалға, I watched TV yesterday. Мен кеше теледидар қарадым. Жалғастырамыз. Егер етістік өзі e әрпімен аяқталса, оған d әрпін ғана жалғаймыз. I translated немесе I liked деп айтамыз. Келесі, егер етістік y әрпіне аяқталса, ол ed жалғаған кезде I әрпіне айналып кетеді. Study, studied, copy, copied, fly, flight деп. Жалғастырамыз. Сонымен қатар бұрыс етістіктер бар, олардың тізімін жаттап алуларыңыз қажет. Сонымен қатар сұраулы сөйлем қалай жасалынады өткен шақта, ол үшін біз did деген көмекші етістікті қолданамыз. Яғни didті сөйлемнің басына қоямыз, одан кейін затиесін, одан кейін етістіктің бірінші формасын қоямыз. Болымсыз сөйлем жасау үшін сол did деген көмекші етістікке not деген сөзді жалғаймыз. Did not немесе didn't. Past simple'да жиі қолданылатын стюйлер, олар бірінші yesterday, кеше, 5 days ago, 5 күн бұрын, last year, өткен жылы, in 1995, немесе 5 years ago, 5 жыл бұрын. Сонымен достар, бүгінгі тақырып осымен аяқталды, өте оңай болды деп үміттенеміз. Сіздерге тапсырма мынандай: біріншіден, осы видеоның астына берілген ссылкадан өтіп тесттен өтіп біліміңізді тексеріңіз. Егер де алған балыңыз аз болса, онда видеоны қайта қарап шығуға кеңес береміз. Екіншіден, past simple шағын қолдана отырып, кеше қандай іс-әрекет жасадыңыз, не жасағандығыңыз туралы 3 сөйлем жазып келу сіздің үй тапсырмаңыз болады. Сонымен бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.